Сәлем, менің сүйікті инста әлемім, қалдарыңыз қалай? Ертең бізде той болайын деп жатыр, қайным үйленіп жатыр, соған қарсы атаның бала-шағасы, балалары, қыздары келейін деп жатыр жан-жақтан. Соған анау-мынау пісіріп қойдым, дастарханымды жайнатып қояйын деп, қайнағам қайта-қайта күшті-күшті деп қат, нәнің барлығын маған пісіріп жатыр ма деп ойлап отыр ғой, күшті деп ше. Сонымен бірінші батасын алып алдым да, сонымен нормасын беріп қалғанын жинап алып қойдым. Сөйтіп отырғанда тағы бір қайнағам келді. Сонымен тәттілеп, осы тәттілермен бірге шай бердім ол кісіге, өзіміз де бала-шағамен улап-шулап ішіп алдық. Бір кезде жаңбыр құйып кетсе бола ма? Сонымен біздің традициямыз міндетті түрде жаңбыр жауған күні осылай бата алла тағаламнан тілек тілейміз. Соны менен көрген ғой, қыздарым сөйтіп жасап жатыр. Сонымен кішкентайымды ұйықтатып қой, мен шашымды бояп ертең тойға дайындалайын дедім. Уже қонақтарымыз да келу керек кешке дейін. Сонымен өйстіп барсам, шашымды білмеймін неме ұйпа-түйпа қылып тастаған ғой, сап-сарғып күйдіріп. Уля, енді қандай цвет шығады екен, позор болмасам болды тойда дедім да. Сөйтіп отырсам, жоқ, әп-әдемі осындай пепельный цвет қылып істеп берді. Өзіме қатты ұнады, енді бұл ашылады, сап-сары болып деді да. Сонымен үйге келдім, қонақтарым уже келіп қойған ғой. Ойбай деп келе сал, униформаны киіп алдым да, қамыр елеп кеткен ғой, қатты болып қапты. Соны жайып кеспе көже істеп берейін дедім. Міндетті түрде жолдан келген кісілер андай жеңіл тамақ жегісі келеді ғой, енді жол жүріп келеді дегендей. Сонымен осылай күштілеп қолдың кеспесін берейін деп осылай барлығын турап дайындадым да, сөйтіп салып кеттім қазанға. Балама қарап, қой екен өшіре саласын дедім да, енді үйде де адамдар бар ғой. Сөйтіп өзім салонға кеттім, абысын екеуміз қонақтармен бірге салонға барып күшті мастер қыз тауып алдым. Сөйтіп бұл мастер қызға айттым, бетіме шпаклевканың барлығын жауып жағып әдемілеп адам танымайтындай қылып істеп бер дедім ғой. Сонымен күштілеп бояндырып өйстіп істеп берді. Шашымды енді бер аладым, енді өзімше андай салонға істеткен жоқпын, шынымды айта салайын, тек қана макияж істеттім деп. Сонымен осылай абысыным екеуміз гүл болдық. Мына жерде мастер қыз, мен сізді қазір суретке, видеоға түсірейін, мынаны ұстаңыз деп кисточканы ұстап қойды, оны апарам экранға аламын, сөйтіп бірдеңкелер істедік, короче. Сонымен ләләм болды, дайын болып тойға келді. Мына жерде күтіп отырмыз, әлі жастар гулянкеден келмеген. Мына жерде қайнапкелерім бар. Бір кезде стол басына жайғастық та күтіп тұрмыз, жастар шықпайды, что-то не болды десек, әлі гулянкеден келмеген ғой. Сонымен енді қой дальше отырып қарнымыз ашып кеткен ғой, енді білесіз. Үйде бала-шағаның барлығын жайғастырамыз деп жүріп, тамақ та жемегенбіз ғой. Сонымен келдік те ұрдық қой тамақты. Осы жерде негізі мен аяғым ауыр екен, оны өзім білмеймін негізі. Сөйтіп деген жеп жатырмын, ананы да жеймін, бәсе қарным кәдімгідей тоймайды, тәттіні де жеп жатырмын, ащыны да жеп жатырмын. Қараңыздар, біздің столикте абысындарымыз, қайнағаларымыз, жездеміз барлығымыз отырдық өйстіп. Ал мына бетте өзіміздің үлкен кісілер, жаңағыдай қайнаға, абысын тоже туған туыстар ғой, барлығы сөйтіп отырып, енді күшті наңшы. Мына жерде уже басталды, жастар келді, мінекей жастарды өз орындарына төреге жайғастырдық. Мұнда үлкен кісілер тос айтып, тілектерін білдіріп жатыр. Жас келінім 17-де. Сосын love story дейма, не деуші еді, соны балқашта түсірген ғой. Мен жігітімнің машинасы, соны түсіріп үлгергесін ғой. Сонымен мына жерде той иелері қайнағамен абысыным, енді барлығымыз тілектерімізді айтып сыйлығымызды беріп жатырмыз. Енді асса деп тастап билеп жатырмыз ғой. Енді тойға келмегенімізге неше айлар, неше жылдың несі болып кеткен ғой, көзі. Сонымен мына жерде қайнапкелерім бар, абысындарым бар. Сонымен мен де білмеймін, беріліп кеттім, шаршауын бәрін шығарайшы деп, асса деп бір абысынымды ортаға алып шықтым. Күштеп тұрып шаршауымды шығарып тұрып, тебініп билеп алдық қосылай. Күшті той керемет өтті. Сонымен сағат 1-1:30 үйге қайттық, келе сала дома болып ұйықтадық.